Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз дәруменге толы президентский салатын жасайтын боламыз. Ол үшін біз алманы екіге бөліп, керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Енді тазаланған алманы кішкене бөлшектерге бөліп, сол бөлшектерді салам ретінде турайтын боламыз. Бұл жерде мен алманың қабығын ашыған жоқпын. Сіз өздеріңіздің қалауыңыз бойынша алманың қабығын ашып туруларыңызға болады. Алмаларды турап болғаннан кейін ыдысымызға орналастырамыз. Алдын ала тазаланған 3 күрек жаңғағын алып ұсақтаймыз. Ұсақтап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. 100-200 грамм кешью жаңғақтарын алып, оларды да ұсақтаймыз. Ұсақтап болғаннан кейін ыдысымызға орналастырамыз. Алдын ала суға піскен бір қызылшамызды алып, видеода көрсетілген әдіс бойынша турап ыдысымызға саламыз. Ыстық суға тазаланып алған қара өрігімізді алып, ыдысымызға орналастырамыз. Енді 2 қасық қант саламыз. Бұл жерде 3-4 қасық қант салуларыңызға болады. Себебі салатымыз тәтті болу керек. Енді кішкене зәйтүн майынан себелейміз. Барлық ингредиенттерді жаймен араластырамыз. Міне бізде дәруменге толы қан құрамын көтеруге арналған президентский салатымыз дайын болды. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер менің каналымнан басқа да салаттардың рецептілерін көре аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.